оқушыларым. Жақсы, жарайды, тұра қойыңыздар. Оқушылар, бізге қазір не сабақ? Өте жақсы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, осы тамаша көңіл күймен ата-ата сабағымызды бастайық. Сабағымызды бастамас бұрын біздер өзіміздің психологиялық ахуалымызды айтып алайық. Ол үшін барлығымызға орнымызға тұрып, сабағымызды одан ары қарата жалғастыру үшін біздер топқа бөлініп аламыз. Топқа бөліну үшін менің қолымдағы қоржынның ішінде заттар бар. Соны таңдап алу арқылы топқа бөлінеміз. Қане оқушылар, кім келіп қандай затты таңдап алады? Ала қояйық оқушылар келіп. Жақсы оқушылар, сабағымызды одан ары қарата жалғастырайық. Ол үшін өткен алдыңғы білімімізді еске түсіріп алайық. Ол үшін алдыңғы білімімізді еске түсіру үшін гүлтаңда әдісі арқылы еске түсіреміз. Кәне, кім қай гүлді таңдайды? Жақсы, Нұрай, тұра қой. Нұрайдың таңдаған гүлінде қандай сұрақ бар екен? Қарайық. Түбір деген не дейді? Сөздің өзгермейтін мағынасы бар бөлігін түбір дейміз. Өте жақсы, дұрыс. Жақсы оқушылар, келесі гүлді кім таңдайды? Жақсы, Алтынай таңдай қой. Жақсы, Алтынайдың гүлінде қандай тапсырма бар екен бізде? Қарап жіберейік. Жұрнақ дегеніміз не? Сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейміз. Өте жақсы, отыра қой, жарайсың. Жақсы оқушылар, келесі гүлді кім таңдайды? Жақсы, Мансұр таңдай қой. Мансұрдың гүлінде қандай сұрақ бар екен оқушылар? Қазір қарап жіберейік. Туынды сөз дегеніміз не? Туынды сөз дегеніміз не? Түбір сөзге жұрнақ қосу арқылы жасалынған сөзді туынды сөз дейміз. Өте жақсы, дұрыс. Отыра қой, жарайсың. Жақсы оқушылар, келесі гүлді кім таңдайды? Жақсы, Нұрсұлтан таңдай қой, келесі гүлді. Нұрсұлтанның гүлінде қандай сұрақ бар екен оқушылар қарап жіберейік. Қазақ тілінде неше сөз табы бар дейді? Қазақ тілінде 9 сөз табы бар. Өте жақсы, жарайсың. Жақсы оқушылар, енді сабағымызды одан әрі құпия ойыны арқылы жалғастырамыз. Ол үшін біздің қасымызда, менің қасымда құпия достарымыз келіп тұр. Көрдік пе оқушылар? Осы құпия достарымыздың сіздерге жасырған құпияларын біздер ашып тауып алуымыз керек. Дайынбыз ба оған барлығымыз? Ендеше ары қарата сұрақтарымызға жауап берейік. Оқушылар, менің қолымда ыдыста не бар екенін білесіңдер ме? Білмейміз. Ендеше оны жұмбақтап айтайын. Оны апаларымыз, аналарымыз, әкелеріміз тағатын бұйым. Дұрыс таптыңдар балалар. Ол бұйым сақина. Ойын арқылы жұмбақтап тапқан сөздеріміз замок, асық, тарақ, етік, сақина, ілгек, моншақ болып шықты. Осы сөздердің бірінші әріптерін алып шығайықшы. Зат-есім. Өте дұрыс, зат-есім деген сөздеріміздің бірі зат-есім. Міне бүгін ары қарата зат-есіммен танысамыз. Зат-есім туралы білеміз ба балалар? Өте жақсы, міне осыны ары қарата тереңірек дамытып танысамыз. Сабағымыздың мақсаты оқыған мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының өзара сәйкестігін, мәтіндегі негізгі ойды және негізгі мен туынды зат есімдерді табатын боламыз. Оқушылар, енді сөз таптарымыздың бірі зат есімді өтіп жатырмыз ғой. Зат есім туралы қайталап алайықшы. Зат есім дегеніміз не? Кім айтады? Жақсы, Сымбат айта қойшы. Зат есім. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есімдейміз. Зат есімнің сұрақтары кім, не, кімдер, нелер. Өте жақсы. Енді ары қарата бүгінгі сабағымызда тереңірек білу үшін
мына алдымыздағы видеоны тыңдап көріп алайық. Ай мектеп. Аға, ұшақ деген атау ұш деген сөзден шыққан ба? Я, Дана. Ұшақ деген сөз туынды зат есім. Зат есімнің басқа да түрлері бар ма? Я, әрине. Зат есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Терезе, жол, қанат сияқты негізгі түбірден болған зат есімді негізгі зат есім дейміз. Ал орындық, белдік, жолаушы, ұшқыш сияқты түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім деп атайды. Аға, қараңыз. Мына ұшақтан от шығып келеді. Оны ұшқын дейді. Бұл да туынды зат есім. Көрме дегенде туынды зат есім екен ғой. Иә, біз көрерменбіз. Көрермен атауы да көр сөзінен туындаған зат есім. Екеуміз қатар тұрған орындарға отырсақ, көрші боламыз. Қайталайық. Негізгі және туынды зат есім. Зат есімдер негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған зат есімді негізгі зат есім деп атайды. Мысалы, терезе, жол, қанат. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған зат есімді туынды зат есім деп атайды. Мысалы, ұшқыш, белдік, көрші. Оқушылар, сабағымызды одан арарата жұппен жұмыс арқылы жалғастырамыз. Бірігіп, ойлау әдісі арқылы жұппен жұмыс жасаймыз. Ол үшін барлығымыз жұппен жұмыс жасауға бірігіп кірісейік. Қане оқушылар, алдарымыздағы тапсырманы ұмытпай қояйық. Бүгінгі өткен сабағымыз бойынша енді барлығымыз топпен жұмыс жүргіземіз. Бірінші топ өздеріңе берген тапсырманы орындаңыздар. Екінші топ сіздерге өздеріңе берген тапсырманы. Үшінші топ өздеріңе берген тапсырманы. Қане бәріміз ұйымшылдықпен орындай қояйық алдарына тапсырманы. Бірігіп орындаймыз. Топтық жұмысты бәріміз орындап қойдық па? Қане қорғауға дайынбыз ба? Ал келе ғой, бірінші топ келем дейді. Келе ғой. Бүгін біз тобымызбен негізгі зат есімді аладық. Қала, ана, су, жер, қой, апа. Иә, сендер қандай зат есім құрадыңдар? Негізгі зат есім. Өте жақсы балалар, қарағайшы. Отыра қойыңдар. Енді қай топ дайын? Жақсы, келе қойыңдар. Екінші топ дайын екен. Өте жақсы. Екінші топтың жұмысын көрейік. Біздер тобымызбен туынды зат есім істеді. Мүсінші, егінші, биші, күйші. Өте жақсы. Қандай зат есімді құрадыңдар? Туынды. Негізгі зат есімге ш жұрнағын қосу арқылы туынды зат есім құраған екен. Өте жақсы оқушылар. Отыра қойыңыздар. Келесі топ дайынбыз ба оқушылар? Дайынбыз. Дайын болсақ келе қойыңыздар. Біздер тобымызбен туынды зат, негізгі зат есімінен туынды зат есім жасадық. Жылқышы, сиқыршы, малшы, салыншы, дойбышы. Өте жақсы. Өте жақсы. Бағалайық оқушылар. Отыра қойыңыздар. Шаршаған болармыз, кішкене сергіп демалып алайық. Ол үшін
кім не деген ойын ойнаймыз. Бүгінгі өткен сабағымызға байланысты ойын. Мен сіздерге сөз айтам, сол сөзге байланысты сұрақты сіздер қолдарыңызға текшені көтеру арқылы көрсетесіңдер. Түсінікті ма? Енді бірінші сөз дала. Өте жақсы. Не деп көтеріп жатсыңдар? Не деген сұрақ қойылады екен? Өте жақсы, тамаша. Келесі сөз Айжан. Өте жақсы. Кім деген сұрақты көтеріп жатсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Кім не деген сұраққа жауап беретін сөзді таптық, білдік. Өте жақсы, жарайсыңдар. Оқушылар, енді барлығымызда дәптермен жұмыс жасаймыз. Ол үшін оқулығымыздағы 23-ші жаттығуды көшіріп жазып, ішіне туынды зат есімдердің астын сызамыз. Түсінікті ме оқушылар? Қане бәріміз оқулығымыздағы ашып, дәптерімізге көшіріп жазайық. 23-ші жаттығу. Қане таза, әдемі етіп жазамыз оқушылар. Сабағымызды аквариум әдісі арқылы қорытындылаймыз. Ол үшін біздің алдымызда көптеген балықтар жатыр. Міне балықты қармақпен аулаймыз және оның артындағы сұрақтарға жауап береміз. Сұрақтар бүгінгі сабақ бойынша, өткен сабағымыз бойынша болады. Қане, кім шығады? Келе ғой, Ерасыл. Ерасылдың қандай шапшаңдылығы, ептілігі бар екенін қарайық. Өте жақсы, бір балықты әттегенде ұстады. Тау. Не тау? Зат есім. Өте жақсы. Келесі балықты кім аулағысы келіп отыр? Келе ғой, Исламмен. Жарайсың, өте жақсы. Бейші дейді, дұрыс айтасың. Бейші, сұрақ қоя ғой. Кім бейші? Туынды зат есім. Өте жақсы. Жақсы. Келесі, тағы кім аулайды? Кім? Келе ғой, Динас. Сенде қандай тапсырма бар екен? Арман дейді. Сұрақ қоя ғой. Кім арман? Зат есім. Өте жақсы. Сонымен бүгін қандай сабақпен таныстық? Зат есім. Өте жақсы, зат есім. Зат есім тұлғасына қарай қалай бөлінеді екен? Негізгі зат есім, туынды зат есім. Өте жақсы. Жаңа біздер тапсырмаларды орындау барысында жаңағы қорытынды ойын ойнағанда да таптық па біз барлығын? Ажырата білдік па? Біздер сонда бүгінгі сабақта зат есіммен таныстық. Негізгі зат есім, туынды зат есімді ажырата білдік. Сабаққа түсінікті ме балдар? Түсіндік па? Жақсы, олай болса, үйге оқулығымыздағы 23-ші жаттығуды белгілеп алайық. Оқушылар, бүгінгі сабағымызға кері байланыс бере қояйық. Кім қандай ұсыныс айтқысы келіп отыр кері байланыс? Жақсы, Аружан бұл өте мүмкін екен айта қой. Мен сабақта түсіндім. Қызықты тапсырмалар, түрлі ойындар, балықтар ойынын ойнадым. Жоқтау жұмыс, топтау жұмыс жасадық. Мен сабақты дұрыс түсіндім. Өте жақсы. Аружанға бүгінгі сабақ ұнаған екен. Өз ойын жақсы айтып жатыр. Бүгінгі сабақта өткен жұмыстардың барлығы да Аружанға ұнаған екен. Сабаққа түсінген туралы айтып жатыр. Түсінікті ме балалар? Бәріміздің де ойымыз осындай ма? Сабақты түсінбей қалып отыр деп айтайын отқан басқа пікірлеріңіз бар ма оқушылар? Жоқ. Жақсы, барлықтарыңыз жақсы түсінді деген ойдамын мен де. Сендерге мен де ризамын. Сендер де сабаққа өте жақсы белсенді қатыстыңыздар. Сіздерге де мен бүгінгі сабақтарымды өте жақсы деген бағамен ұстағаладым. Енді оқушылар, бүгінгі кері байланысымыз ұстазға хат деген. Алдарыңдағы стикерге өздеріңнің ойларыңды жазып, мәтінге хат қойып қалдырсаңыздар болады. Түсінікті ме? Ал ойларыңызды жазып қалдыра берулеріңізге болады. Ал жаза берейін.